Сәлем достар, арман мақсатты қалай жазу керек? Осы сұрақ көбімізді мазалайды. Осы сұрақтың бір әдісін мен бүгін сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл арман мақсатты жазудың ерекше әдісі. Арман мақсатты, мысалы, өзіңіздің ойлағаныңызды, бір қалаған нәрсеңізді жазу керек. Бірақ ол жазған нәрсеңіз, ол мақсатыңыз, ол арманыңыз мынау всеобщее благо дейді ғой, яғни эгоизмнен туған мақсат емес, яғни менде ғана болсын деп бір тоқшылықтан, қанағатсыздықтан, болмаса бір сондайдан туған арман мақсат болса, ол орындалуы бір қызық жағдайда орындалады да. Сондықтан арман мақсаты, армандаудың да өзінің жолы бар. Мына мақсатым біреулерге көмек етсін, осы біреулерге жақсылық болып әкелсінші, көп адамға көмек болсын деп бір сондай ізгі ниетпен, шынайы тілекпен, көп адам демесеңіз де өз отбасыңыз болса да соларға бір көмек болсын. Мысалы, машина алам десеңіз, машинаны бір сәндік үшін емес, тек қана бір көрсету үшін емес, отбасым үшін, отбасымды мінгіземін, бір жұмыстарды жасаймын, осылай бір қызмет етем деген бір игілікті ойлар болса, сіздің арман мақсаттың түбінде міндетті түрде ол арман мақсат орындалады. Оған жаратылыстың өзі соған негіз болады. Сондықтан арман мақсатты осылай дұрыстап қойып үйренуіміз керек екен достар. Көбіміздің арман мақсаттарымыз эгоизмнен туады. Біз даже не арман мақсат ойлауды, қалай ойлауды да білмейміз. Көбіміз былай ойлаймыз: бүгінгі отырған жерімізге риза емеспіз, бітеміз басқа жерге, басқа қалаға көше салсам, болмаса немене, мысалы, бүгін мынандай үйден емес, андай үйге көше салсам, бүгінгі сәтте риза болмай, бүгінгі тұрып жатқан үйге, отбасыңызға, отаныңызға, жеріңізге, төсегіңізге, былайша айтқан кезде айналаңызға, туыстарыңызға риза болмай, сізде келесі Б точка дейді ғой, ол точкаға шыға алмайды екенбіз. Сондықтан бүгінгі сәтте алғыс айтып, бүгінгі сәтте жүрегімізді махаббатқа, қуанышқа, сүйіспеншілікке, адамдарға деген ізгі ниетке толтырған кезде біздің жүрек неміз ашылып, чакра дейді ғой, чакраларымыз ашылып, сол кезде біздің арман мақсаттарымыз орындала бастайды. Біздің игілікті арман мақсаттарымыз. Сондықтан арман мақсатты жазған кезде көп адамға қалай қызмет етем деген сондай мақсатпен жазу керек. Ең басты талабы. Менің ойым осы. Қорытып, оқып түсінген ойым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Егер я десеңіздер, келсем десеңіздер, я де плюс деп қойып кетіңіздер, келіспеймін десеңіздер, өз ойларыңызды жаза отырсаңыздар, кері байланыс күтемін.